Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Толкап курсының кезекті видео сабағына қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі сабақта біз сіздермен модельді етістіктер тақырыбын талқылайтын боламыз. Ендеше бастайық. Жалпы модельді етістіктер дегеніміз ол әрекеттің мүмкінділігін, міндеттілігін және де ықтималдылығын көрсететін көмекші етістіктер түрі. Ағылшын тілінде көптеген модельді етістіктер бар. Осыларды білу арқылы біз өзіміздің сөйлеу қабілетімізді және де сөздік қорымызды жетілдіре алады екенбіз. Модельді етістіктер дегеніміз не? Модельді етістіктер сөйлем ішінде негізгі етістікке қосымша мағына береді. Олардан кейін бізде негізгі етістіктер орналасады. Көптеген оқушыларымыз негізгі етістік пен модельді етістіктердің арасына to немесе басқа да шылау немесе жалғауларды қосу арқылы грамматикалық қателіктер жүргізеді. Соған мысал келтіретін болсақ, I can to speak English емес, жай ғана I can speak English деп айтамыз. Жалпы өздеріңіз білетіндей, ағылшын тілінде модельді етістіктердің түрі көп. Ең жиі қолданылатын модельді етістіктерге can, could, may, might, must, should, would деген етістіктер жатады. Соларға жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, бірінші can және де could. Біз бұл модельді етістіктерді көбінесе мүмкіндіктерді және қабілеттіліктерімізді сипаттау үшін қолданамыз. Мысалы, I can speak English. Мен ағылшын тілінде сөйлей аламын. They can play guitar. Олар гитарада ойнай алады. Екіншісі, бұл could модельді етістігі, ол can модельді етістігінің өткен шағы болып табылады. Мысалы, келтіре кететін болсақ, When I was younger, I could run fast. Мен жас кезінде тез жүгіре алатынмын, және де біз could'ты көбінесе бірдеңені сыпайы түрде сұрау үшін қолданамыз. Мысалы, could you help me with this? Сіз маған көмектесе аласыз ба? Деген сияқты. Келесі модельді етістік түрі ол бізде may және де might. Бұл екі модельді етістік мүмкіндіктерді білдіреді, бірақ олардың болу ықтималдылық деңгейі әртүрлі. Мысалы, may жоғарғы ықтималдылықты білдірсе, might керісінше төменгі ықтималдылықты білдіреді. Оған мысал келтіре өтсек, it may rain tomorrow. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. Мысалы, 50-50, ертең жаңбыр жауы да мүмкін, өйткені күн бұлтты немесе жаңбыр жаумауы да мүмкін. Келесі, he might come to the party, but he is not sure. Ол кешке келуі мүмкін, бірақ өзіне сенімді емес. Яғни, оның кешке келу мүмкіндігі 30% ықтималдылықты құрайды. Келесі бізде must модельді етістігі. Біз must модельді етістігін көбінесе бірдеңенің міндеттегенде, яғни сен осыны жасауға міндеттісің деп жатамыз ғой, сол кезде қолданамыз, және де көбінесе қатаң ережелер мен ескертпелерді айтатын кезде қолданамыз. Оған мысал келтіре кетейік. Мысалы, you must wear a seat belt. Біз машинаға отырған кезде қайтеміз, әрине көліктің ішіндегі қауіпсіздік белбеуін тағамыз. Сол кезде you must wear a seat belt деп айтсақ болады. We must finish this project by Friday. Біз осы жобаны жұмаға дейін аяқтауымыз қажет. Яғни, қандай да бір бұл жерден міндеттілікті көрсек болады. Келесі модельді етістіктің түрі ол shall және де should. Бұл көбінесе ұсыныстар мен болашақ жоспарларды білдіреді, ресми жағдайларда қолданады. Мысалы, shall we go for a walk? Біз серуендеуге шығамыз ба? Should кеңес беру немесе ұсыныс жасау үшін қолданылады. Мысалы, you should eat more vegetables. Сізге көбірек көкөністер жеу керек деп айтады ғой. Сол кезде осы should модельді етістігін қолданамыз. Келесі модельді етістіктер ол will және де would. Will көбінесе болашақ әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Оны біз future simple'дан білеміз. Мысалы, I will call you tomorrow. Мен ертең саған хабарласамын. Would бізде көбінесе гипотетикалық жағдайлар немесе сыпайы өтініштер үшін қолданылады. If I were you, I will do that. Мен сенің орнында болсам, осылай жасар едім. Немесе would you like some tea? Сіз шай қалайсыз ба? Біз көбінесе would you like some tea or coffee деп ресторан немесе кафелерде айтып жатамыз. Олай болса, тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендеріңізді білу үшін сіздерге шағын тапсырма ұсынғым келіп тұр. Бірінші тапсырмада сіздер сөйлемді толықтыратын боласыздар. Мысалы, I осы орын speaks three languages деп тұр. Бұл жерде қандай модель етістік тұру керек? Әрине can. Өйткені ол ability, сондықтан біз can модель етістігін қолданамыз. Екіншісі ол сөйлемдерді аударасыздар.
сіздерге қазақша нұсқасы берілген, оны ағылшын тілінде аудару керек. Үшінші, ол модальді етістіктерді пайдалана отырып қарапайым сөйлемдер құрайсыздар. Жалпы сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз ағылшын тіліндегі модальді етістіктермен таныстық. Олар сөйлеуді нақты және түсінікті ету үшін қолданылады. Модальді етістіктер істің мүмкіндігін, қажеттілігін және де ықтималдылығын сипаттау үшін қолданылады. Осы етістіктерді қарапайым өмірде қолдануға тырысыңыздар. Сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше, бай-бай.